Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз қуырылған манты жасайтын боламыз, яғни жарыни манты дайындаймыз. Өте жұмсақ, майлы болып шығатын мантының рецептімен бөлісетін боламын. Қажетті заттың барлығын видеоның астындағы описание бөліміне қалдыратын боламын. Алдымен таза ыдысымызға суымызды құйып, үстіне тұзымызды салып, жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып, ұнымызды аз-аздан сала отырып, қатты жұмсақ қылмай қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін бетін жауып 10-15 минутқа қалдырамыз. Дайын болған қамырымызды алып, екі бөлікке бөліп, дәл осы видеода көрсетілгендей қылып тағы да бөлетін боламыз. Мантымыздың салмасын салып, дәл осы видеода көрсетілгендей етіп түйетін боламыз. Біздің дайын болған мантыларымызды алып, қызып тұрған майда мантымызды салып, екі жағын бірдей қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Осылай қызарғанша пісіретін боламыз. Екі жағы да қызарып пісу керек. Қалғандарында дәл осылай пісіріп алатын боламыз. Біздің мантыларымыз қуырылып пісіп шыққаннан кейін мантымыздың үстіне құятын соусын дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға суымызды құйып, үстіне томатымызды, қара бұрышымызды, паприкамызды салып, өздерің қалауларың бойынша дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Осы дайын болған соусымызды мантының үстіне құятын боламыз. Қуырылып, дайын болған мантыларымызды алып, барлығын осы табаға саламыз. Орташа отта үстіне соусымызды құйып, 30 минут пісіріп алатын боламыз. Біздің мантыларымыз дайын, көтеріліп, өте керемет болып піседі. Дәміне енді сөз жоқ. Бір мантының өзіне тойып қаласың.
өте майлы керемет болып шығады. Жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын. Менің видеом ұнаса пікір қалдырып, мені қолдап арнама тіркеліп кетіңіздер.